Күйеуім бар, бірақ бір жігітпен сөйлесем, ол жігіт 5 балаңмен алам деп отыр. Енді шындыққа тура көзбен қарайтын болсақ, әрине қазір шындық сізге ауыр тиюі мүмкін, бірақ шындық ол. Сізді 5 баламен кім алады, кімге керексіз айтыңыз. Керек болсаңыз тек қана күйеуіңізге ғана керек шығарсыз. Ол жігітке былай айтқан тегін барсаңыз да сізді алмайды. Тек қана оған көтеніңіз ғана керек қой. Не істейді ол өзінің қара басын әрең алып жүрген кезде, қаңғып жүргенде сізді 5 баламен алып бағалады деп ойлайсыз ба? Соны өзіне жауапкершілік ала алады деп ойлайсыз ба? Ойлаңызшы, сіздің күйеуіңізбен қанша жыл біргесіз? 10 жыл, 15 жыл. 15 жылда сізге 1045 рет сөз берді. Ананы алып берем, мынаны бүйтем, ананы істеймін. Қайсысын алып берді, қайсысын жасады, айтыңызшы. Ал сіз ойлайсыз ба, бұл бір сөзіменен орындайды, соны жасайды деп ойлайсыз ба? Жай ғана өтірік сөз ғой. Жай ғана ертең ажырастырып алады, сіздің қыздығыңыз бітеді, одан кейін көшеде қаңғып қаласыз 5 баламен.